Қармақшы құрамасы, Қызылорда облысы. Жалпы достар, бұл премьер-лигада біз алғаш ретпіз. Сонда да барлық қазір бізге сын көзбен қарап отыр. Сондықтан да сөзден шатасу болмайды. Сен шақ дедің ба, мен пақ деймін. Но тақ деймін, пақ, қақ, пақ, шақ, пақ, тух, пақ, тақ, пух деу керек. Түсіндің ба? Сонда Жандос, мен шақты айтам ба, пухты айтам ба қалай? Мысал келтірсең түсінбейді ғой енді өйстің. Жанболат, шақты сен емес, мен ғой айтам. Мен мысал келтіріп атым. Сендер өз қақтан келгендер білесіңдер ма? Қақтан келді. Сендер деген Қармақшы ауданынан келіп отырсыңдар. Қой? Мына басқа командалар, мына 1000-2000 студенті бар оқу орнының атынан келіп отырса, біз білді 28-дің халқы бар ауданның атынан келіп отыр. Өйді! Арайлап таң атқан жер, қорқытпамам жатқан жерден келіп тұр. Ибай! Жандос, қақпай жатта олынан? Қармақшы кірбесті жазып тұрады ғой. Сендер, ол ма? Ол. Ана Қармақшыға Ресей басшысы Владимир Владимирович Путин келген. Құрдасың құсап айттың ғой. Путин келгенде қарап тұрып Қармақшыға деген ғой. Өйді! Путин неге келген өзі? Путин неге келген? Енді байқоңыр бізде емес па? Жігіттер, бұл ойынмен ойнамайтын болып шешсін. Ойбай, неге? Ойбай, командалар мықты. 3 жыл қатарынан премьер-лигада ойнағандар. Мәсіған, мықты болса 1 жылды жоғарыда кет қалмай ма? Қорықпаңдар. Өзіңе сенсің? Өзіңе сен әрқашанда. Сен бала жеңілмессің ешқашанда. Жандос, мынаны қақпай жатта болды енді? Енді әдебиет маусым болсын дайындалдық қой. Әдебиетті жанын сүйетін Қармақшы құрамасы Жайдарман тобы. Біз бастаймыз. Сонымен достар, Қайрат Нұртас өзінің шығармашылық кешін Сахарада берсе қалай болады екен көреміз. Рахмет халқым. Кәнеке бәріміз бір қосылып бір су тауып алайықшы. Жалпы біз емес, барлық жайдарманшылар да Қайрат Нұртас туралы әзілдеп жатады. Сонымен Қайрат Нұртас ашуға, ызаға буынған Қайрат Нұртас қараңғы бөлмелердің бірінде. Сөйтіп жайдарманшымын де. Әзілдің патшасы. Айналайын-ау. Сахарадан ағып жүрмін мен. Мына маған сөз деген ұят емес па? Ұят болды ау, Не, ән айтамайды дейді. Қайрат Нұртас ән айтамайды. Қайрат Нұртас бейі біле алмайды. Қалай түсінек бұны, бауырым? Көзің жұмшы. Қап-қара түнекті өзіңді жібергенсің ғой. Аттасайын ба? Атайын ба? Сіздің қолыңызда тапанша жоқ қой? Ойбай, жайдарманшыда сендер жайдарманда тапаншамен жүретіндерінде. Аттасайын ба? Қазір тұра тұршы. Алло, мама. Мына берген пөсіретерін қалай айтылатын еді? Достар, жалпы сөз соңында Қармақшы жайлы кішкене әңгіме. Достар, Қармақшыда негізінде 28 мың халық тұрғындар тұрады. Оның 3 мыңы жастар мен сәбилер. Ал қалған 25 мыңы ата менен әжелер. Түйін, біздің Қармақшыда ақыл айтатын кісілер өте көп.